Бұйыл Риддер қаласының номері 1 мектеп лицейі облыстың жылдың үздік мектебі 2021 байқауының педагогикалық сәттілік мектебі номинациясының жеңімпазы атанды. Лицейдің елеулі жеңісі мен жетістіктері туралы материалда. 30 жыл бұрын Қазақстан тәуелсіздігінің бастауында қаламызда жаңа орта білім мекемесі лицей оқу тәрбие кешені ашылды. Бүгіндері лицейліктер өз педагогтарын, оқушыларын, олардың сәттіліктерін, жетістіктерін мақтан етеді. Мәселен, биыл номері 1 мектеп лицей облыстық жылдың үздік мектебі 2021 байқауының жеңімпазы атанды. Педагогикалық сәттілік мектебі номинациясында. Школа-лицей в течение 2017 года принимала лицей мектебі 2017 жылдан бері облыстың үздік мектеп байқауының қатысушысы. 2012 жылы лицей үздік мектеп номинациясында 1 орын иеленді. 2017 жылы кәсіби өсім мектебі номинациясын жеңіп алды. 2021 жылы педагогикалық сәттілік мектебі атағын алдық. Оны мақтан етеміз. Биыл тұңғыш рет бізге аралас типті мектеп мәртебесі берілді. Биыл алғаш рет мемлекеттік тілде оқитын 1 сыныпты ашып отырмыз. 30 жылда мектеп лицей 1000-нан астам түлектер шығарған. Көпшілігі қаланың ірі кәсіпорындарында, облыс және шет елде, республикада басқарушы лауазымдарды алып отыр. Лицейліктер, ұстаздар мен оқушылар тек өз мектептерін ғана емес, туған қаламызды да оның сыртына танымал етуде. Все грамоты находятся здесь и подшив. Лицей оқушыларының түрлі сайыстарда алған жүлделі орындары мен мадақтамалары лицейдің жылнамасынан орын алды. 12 ұстаз республикалық маңызды балаларға берілген жүрек кітабына енген. Және республикалық маңызды кітапқа түрлі сайыстарда, олимпиадаларда алған орындары үшін лицей оқушылары да енді. Лицей өз оқушыларын, халықаралық сайыстардың қатысушыларын, жүлдегерлерін мақтан етеді. Биік шыңға қол жетуге мекемедегі ғылыми лицейлік қоғам көмектеседі. На протяжении многих лет Ұзақ жылдар бойында оқушыларымыз ғылыми сайыстарға, олимпиадаларға көп қатысып келеді. Павлодар қаласында өтетін оқушылардың кіші ғылым академиясына дәстүрлі түрде қатысады. 600-ге жуық орын лицейлік жарыстарда алынған, облыстық, республикалық деңгейдегі. Павлодардағы кіші ғылым академиясында 150-ге жуық орын алды. Ғылыми лицейлік қоғамда жүрген оқушылар өздерін университетте де, кәсіпте де жоғары көрсете білді. 2017 жылы лицей негізінде көшбасшылар мектебі ашылды. Ол жалпы ұлттық, тұңғыш президент ұсынған рухани жаңғыру қоғамдық сананың модернизациясы идеясы негізінде жұмыс істейді. В нашей школе существует проект «Школа лидера», в котором принимают Біздің мектепте көшбасшы мектебі бар. Оған 7-11 сынып оқушылары белсене қатысады. Көп дағды, қабілет жинақтап, шешендік өнерді үйренеміз. Олар өмірімізге қажет. Және қалалық сайыстарға қатысамыз. Өткен оқу жылында біз инклюзив мәдениет сайысына қатыстық. Қала әкімінен медальдар және мадақтамалар алдық. Риддердің мектеп лицейі құқылы түрде педагогикалық сәттілік мектебі болып саналады. Кез келген ұстаздың сәттілік формуласы әр оқушының сәттілігі екені сөзсіз.